өте ұнады. Енді мен өзімді керемет судағы балықтай сезіндім деп айта алмаймын, өйткені ол жерде бәрібір тілден барьер болды, қысыласың. Бірақ Сұлтан оның ағылшын өте жақсы, өзін еркін сезіне алды. Соның арқасында соның критический мышлениесі күшті болғаннан кейін Америкада кәдімгідей спокойно жүрдік. Мен жалғыз олай жүре алмас едім мысалы. Енді логика жағы менде кішкене өкінішке орай отсутствует, ода присутствует. Сол үшін де біз мүмкін жұп шығармыз, бір-бірімізді дополняем. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бір нәрсе айта кеттім деп тұр. Егер де біздің қосылайық қатысушыларына үміткер болам десеңіздер, осы сілтемеден өтіп, сол жерге жазсаңыздар болады. Келіңіздер ағайындар, сіздерді қосылайықтың қатысушылары үміткер ретінде күтеді. Бұл жаққа да кешігіп баратын сияқтымын, еш нәрсеге үлгермей жатырмын. Тек телефоннан тұру мүмкін емес болып қалды ғой. Неге өйткені сіздердің хаттарыңыз өте көп. Өткен жолы мен тәтті шайдан кішкене ауырып қалдым, білмеймін неге. Мүмкін қатты толқып кеткеннен болар. Денемнің барлығы кәдімгідей отмена берді ғой маған барлық жағынан. Рахмет, құттықтауларыңызға өте тәнтімін, өте қуаныштымын. Алла жары болсын, Алла разы болсын. Қайырлы күн қазақ әлі және қосылайықтың сүйкімді де сүйікті көрермендері. Бүгін 14:30-да Евразия бірінші арнасында қосылайық болады. Және де бүгін Мариам мен Әділеттің таныстығы қалай болмақ, және де Мариам туралы ақпаратты біз қалай шешеміз, оның қай жағынан оң жағын енді сол жағын қалай табамыз, бәрін бірге көретін боламыз. Және де басқа да таныстықтарда не болып жатқан бүгін 14:30-да жібермей көріңіздер. Бәріне сәттілік. Өте приятно. Енді Сұлтан екеуміз де қатты қуанып жатырмыз, бағалап жатырмыз. Бұндай негізінде отдачаны, бұндай кері байланысты біз күтпедік. Сол, енді менің өзіме қызық болатын, менің жарым кім болады екен деген сұрақ өзіме қызық болатын. Оказывается, сол Сұлтан екен. Ол мүлдем бөлек әңгіме. Негізі бала кезімнен өзім студент кезде work and travelмен барғым келген, бара алмай қалдым. Негізінде әр адамның, саналы адамның деп ойлаймын, кемде минимум бір рет Америкаға барғысы келеді бәрібір. Және ол баруға тұрарлық ел деп өзім айта аламын көргеннен кейін.